Мен бір серіктіктің ашылу салтына қатынастым. Мынау Тостұр ауданында бір жақсы болған бір тамаша бастама болыпты. Отбасылық қызмет өтеу, енді әртүрлі, мысалы жажың дейміз ғой, қазіргі кездегі енді көптеген адамдар осы бағытқа қарай алмасып жатыр. Енді отбасында қарбалас кісілер болады, кейбіреулер жаңағы қонақ күтуге де сондай қызмет өтеу түрлерін қосып жатыр. Мысалы тойларға да бір қызмет өтеп беріп жатырмыз. Бұл бір қазіргі кездегі жақсы сұраныс. Енді осындай бір жақсы бастаманың басында болдым бірлікте. Енді саудаларыңызға үлкен табыс тілеймін, табысты болсын саудаларыңыз. Енді сонымен бірлікте мен енді өзімнің кәсібім экономикаға қаттырақ мән берем. Яғни осы серіктіктің түзілісі, құрылымы, оның экономика басқару жағындағы мәселелер. Енді менің сол жерден байқағаным, бұл кісілер өздерінің кәсібіне қатты мән берген, бірақ экономикалық басқару жағында, сосын жаңағы серіктікті түсіну жағында біраз жетерсіздіктер бар екендігін байқадым. Сондықтан құрметті достар, енді барлығымыз әрқайсымыз өз алдымызға игілік тілеп жатырмыз. Мысалы мен де ылғи мынау отбасыңды серіктік секілді басқара біл деп жатырмын. Не үшін? Өйткені бір серіктіктің басты мақсаты ол пайда табу, ақша табуды көздеу арқылы жұмыс жасайды серіктік деген дүние. Енді ондай болса, осы серіктіктің экономикалық басқарылуы дұрыс жүрілмейтін болса, онда бұл серіктіктің өмірінің ұзаққа болуы қиынырақ деген сөз. Сонда мейлі кішкентай кішігірім дүкен ашыңыз, мейлі сауда істеңіз, мейлі қой бағыңыз, диқан болыңыз, ұқсас бәрібір. Әйтеуір ақшамен қарым-қатынас жасайды екенсіз, онда сөзсіз түрде экономикалық таным болу керек. Мынау бухгалтерлік білімдері, заңдық білімдер, басқару білімдері деген секілді мына бір білімдер қажет болады. Бұл дүниелерді біз толықтай білуіміз, және үздіксіз үйренуіміз, және оны өмірде қолдануымыз керек. Сол үшін мынау белгілі бір жұмысты бастап еңбек жасайды екенбіз, онда ең басты ұстайтын дүниеңіз осы экономикалық танымыңызды арттыруыңыз керек. Егер серіктік құрған болсаңыз, онда сіз осы серіктіктің құрылымына, оның басқарылу формасына, сол секілді жан-жақтылы мәселелерге дұрыс болған көзқараста болмасаңыздар, бұл ертеңгі күні өздеріңізді қиыншылыққа ұшыратады. Тіпті сіздердің араларыңыздағы серіктестіктің өзіне де салқын әсерін тигізуі мүмкін. Әлгі есебің анық болса, достығың берік болады дейді ғой. Күмән бар жерде иман болмайды дейді. Сол секілді жаңағы біз айқын бір экономикалық түзілісті қалыптастыруымыз, дұрыс болған басқару формасын қалыптастыруымыз керек. Сонда жаңағы біздің серіктігіміз тіпті де жақсы жүре алатын болады достар. Енді тіпті де көптеген экономикалық білімдерді біздің осы АТО 2025 деген ұнқат текстесіне, я болмаса мынау дойын қауымызға, және шыпин қауымызға барлығы осы бір атпенен қосылып алыңыздар. Егер сіздерде де бүгін осындай дүкендеріңізді қалай басқару, дүкеніңіздің саудасы жүріп тұрған сияқты, бірақ қолыңызда ақша жоқ, я болмаса дүкеніңіздің заты барған сайын жоғалып кететін, қайта зат әкеліп толықтайсыз, қайтадан жоғалып кететін, осындай жайттар болатын болса, менен айрым кеңес алсаңыздар болады. Мен әрбір дүкеннің өзінің жағдайына қарай отырып, экономикалық түзілістеріне жол көрсететін жобаларды жасап беремін. 记得关注再走哦。